Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін отбасылық демалыс жариялап, Шымкент қаласында орналасқан Дендропарк саябағына барып кеткен болатынбыз. Дендропарк жайлы сіздерге қысқаша мәліметтермен таныстырып өтейін. Қазақстан бойынша 2 дендро саябағы бар. Олардың бірі Алматы, ал екіншісі Шымкент қаласында орналасқан. Шымкент қаласындағы Дендропарк саябағы ең алғашқы саябақ. Ол 1979 жылы орталық қоқыс үйіндісінен тұрғызылған болатын. Ағаштар саны 500 мыңнан астам. Шөптесін өсімдіктердің саны 1.360 миллион. Дендро саябақта тәртіп сақтау ережелері. Ең бірінші, дәрілік шөптерді жинауға болмайды. От жағуға, ағаштарды қырқуға, аң мен құсты аулауға, балық ұстауға және де демалған жерде тамақ қалдықтары мен күл қоқысты қалдыруға болмайды. Шымкент дендро саябағының флорасы мен фаунасы. Шымкент дендрология саябағы жер шарының түкпір-түкпірінен жинақталған ағаштарға бай. Көктерек, балқарағай, самырсын және де магнолия ағаштарының көшеті егіліп, түрлі 584 өсімдік өсірілуде және де Солтүстік Американың оңтүстік батыс бөлігінде орналасқан Мексика штатынан әкелінген қасқыр жидегі ағашы өсуде. Дендрологиялық саябақтың аумағы фаунамен байтылды. 20 тиін, 4 елік пен теңбіл бұғы, 10 тауыс құсы орын салып, аумағы өңдеуден өткен көлге аққу, қаз, үйрек сияқты құстардың 22 данасы мен 20 мың дәумаңдай балық жіберілді. Шымкент дендро саябағы қала қонақтары мен тұрғындары үшін өте жайлы жер деп айтсам бекер емес. Бұл жердің жұмыс жасау уақыты таңғы сағат 5-тен түнгі сағат 12:00-ге дейін. Және де кіру ақысы адам басына 35 теңге, ал 5 жасқа дейінгі балаларға тегін. Біз күнімізді өте жақсы өткіздік. Палаткамызды құрып, парктың түгелдей аралап шығып, одан кейін түскі асымызды ішіп, қайтадан серуенге шығып, түрлі ағаштардың сан алуан түрін көріп, тамашалап, таза ауамен демалып, бір шетінен қаланың шуы жоқ тып-тыныш жерде күшті уақытымызды өткізіп қайттық. Сіздер де егер Шымкент қаласына қонақ болып келіп жатсаңыздар, Шымкент дендропаркына барып демалуды ұмытпаңыздар. Саябақ аумағында Дінмұхамед Қонаев, Нұрсұлтан Назарбаев, Мұхтар Әуезов, Асанбай Асқаров және де басқа да танымал адамдар отырғызған ағаштардың арнайы аллеясы орналасқан. Саябақ аймақтық маңызы бар ерекше қорғалатын аймақ мәртебесіне ие.